Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең кең таралған проблемалардың бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оны қалай емдеуге болатынын пайдалы ақпараттар арнасынан біле аласыздар. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Дәрігердің айтуынша, өттің толуына ең бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей, ауру пайда болуы мүмкін. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұра береді. Режим дұрыс болмағандықтан өт үйіп қоюлана бастайды. Осылай құмға, тасқа айналып, адам өтін алдыртып тастап жатады. Содан кейін түрлі торт, тәтті, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарины бар тағамдарды алайық, түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамы пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Диетолог мамандар адам су нормасына да көңіл бөлу керектігін айтады. Сонымен қатар, мейлінше пайдалы майларды тұтынған жөн. Біз көбіне арзан болғандықтан рафинатталған күнбағыс майын қолданамыз. Тамақ істегенде қазанымызда ол май 200 градустан аса ыстықта қысады. Содан майдың құрамында токсиндер бөлінеді. Ол ағзамызға барып, артық қалдық ретінде жабысады. Мұның бәрі өт пен бауырға кері әсер етеді. Ағзаның саулығы үшін тамақтану режиміне пайдалы майларды қосу маңызды. Адамдар зәйтүн, зығыр, кокос, қолдың сары майы қымбат болғандықтан көп тұтынбай жатады. Дәрігерлер таңертең пайдалы май тұтыну керегін айтады. Өйткені ол өт бөледі әрі өтті сұйылтады. Тамақтанғанда ағзамызға қажетті пайдалы майлар, ақуыздар, көмірсулар жетіспей жатады. Ұнды, сүтті, жалпы глютені бар тағамдар өттің қоюлануына алып келеді. Сосын қимыл қозғалысының аздығы. Таңертеңнен кешке дейін бір орында отырып жұмыс істейміз. Содан да өт дұрыс бөлінбейді. Өт дұрыс бөліну үшін арнайы жаттығуларды жасауға болады. Ал өт толып бауыр майланған жағдайда қалай емделу керек? Дәрігердің айтуынша ең алдымен режимді дұрыстау қажет. Уақытылы ұйықтауға тырысқан жөн. Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өт пен бауырда проблема бар деген сөз. Сол үшін тамақтану режимін сақтау керек. Уақытылы ұйықтап, уақытында тұрыңыз. Көбірек қимыл қозғалыс қажет. Пайдалы майларды тұтыныңыз. Рационыңызда көп мөлшерде ақуыз, күрделі көмірсу болу қажет. Ал өтте тас болса, дәрігердің кеңесімен емдік дозада дәрі тағайындалады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналыма жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.